ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен сіздерге бүгін басқа да биржаларды көрсететін боламын, яғни Binance секілді сенімді биржалар. Ол міне Bybit биржасы, осыны жүктеп алсаңыздар болады. Жалпы осы арқылы сіздер межбиржевой связка жасайсыздар, яғни бір криптоны Binance'тан сатып алып, оны Bybit'тен сатып жіберу деген сияқты сондай жұмыстарды жасайтын боласыздар. Жалпы мен сіздерге қалай тіркелу екенін бір көрсетіп өтейін. Негізі Binance'қа қалай тіркелдіңіздер, тура солай тіркелесіздер. Бұл жерде қатты разница жоқ. Міне Bybit деген биржаға тіркелесіздер. Осы биржа ішін ашып тіркелесіздер. Одан кейін екіншісі бар, ол OKX деген биржа. OKX деген биржа, міне осы биржаны да ішін ашып көресіздер. Одан кейін міне Bybit. Осы Bybit биржасы. Жалпы ішін ашасыздар, Binance'қа қалай тіркелдіңіздер, тура солай тіркелесіздер. Міне мына шетін басасыздар, мен регистрация деген осылай шығады сіздерге. Регистрация жасайсыздар. Мына жерге поштаңызды или телефон номермен тіркелсеңіздер болады. Основной негізі поштамен бірінші тіркеліп алып, кейін номерлеріңізді безопасность деген жерге тура Binance'қа қалай тіркелдіңіздер, тура солай сіздерде тіркелулеріңіз керек. Безопасность деген жерге полный настройкасын жасап аласыздар. Binance'қа қалай жасасаңыздар, тура солай. Одан кейін карталарыңызды тіркейсіздер. Одан кейін тағы бірнеше рет алып сатасыздар. Одан кейін микро болып бұл жақта да жұмыс істей беруге болады. OKX биржасында да тура солай жалпы. Тура солай жұмыс жасайсыздар. Осы жерде міне купить криптовалюта деп тұрады бұл жақта. Осыны басасыздар, сол кезде P2P трейдинг деп тұрады. Бұл жақта P2P торговля емес, P2P трейдинг деп тұрады. Жалпы неде де солай, OKX-де де солай. Жалпы осылай, осы жақтан жалпы Binance-та міне. Мысалға, міне қазір мен сіздерге көрсететін болсам, мына жақта Каспиймен көрейік. Қазір көрсетемін Каспиймен. Каспиймен купить ету, ол 455 мың. Яғни 455 мыңға сіздер объявление беріп сата аласыздар. Не болмаса, міне, продажа дегенге кіретін болсақ, 455-те 50-ге сата аласыздар. То есть тоқтаңыз, бұл Каспий емес. Каспийді былайынан таңдап шығарып алсамыз. Каспий 453-те 58 екен. Жалпы енді Binance'қа кіріп көрейік. Binance жалпы не деп жатыр? Binance'қа кіреміз. Binance'қа кіргенде бізде P2P торговля и осы жерде мысалы купить Каспий. Каспийден көреміз. Яғни бұл жақта 54-тен сатып алуға болады, купить етіп, 54-те 66-тан немесе микро болып 451-де 53-тен сатып алып, оны Bybit биржасына өткізіп, яғни сатуға болады. Не болмаса, бұл жақтан мысалға Каспий банктен сатып алып, оны сіздер Халық банкке сатсаңыздар болады. Мысалға, мына жақта Халық банктың нарығын көреміз. Халық банкты көрейік. Халық банкта бізде мына жақта 455 жоқ. Жалпы сіздер микро болып сатасыздар. Халық банкта 455-те 49. Жалпы микро болып 451 мен сатып алсаңыздар, 451-де 35-тен, ертеңіне сіздер Халық банкке 455-те 49-дан, то есть осы жақтан сата аласыздар. Не болмаса, осы жақтан купить етіп 451-ден. Сіздер оны Bybit'те айтқандай сізде бір күндік заморозка болмайды. 451-ден сатып алсаңыз, оны Binance биржасына өткізіп, оны 454-те 66-тан мысалға Каспийға сатсаңыз болады. Не болмаса, жаңағыдай Халық банкты көрсек болады мына жерде. Халық банк арзан екен, болмаса басқа банкке. Мысалға қай? Жусан банк. Жусан банкке көретін болсақ, 468-де, ең соңғы 454-те 48. Сіз сонда 451-ден сатып аласыз, оны 454-те 48-ге сатасыз. Жалпы осылай, бұл жерде енді дәл қазір қатты бір спред шығып тұрған жоқ, негізінде қатты бір пайда жоқ. Бір $1000-дан бір 2-3 мың теңгеде ғана пайда қалады. Көп пайда қалмайды негізінде. Ал сіздер осыны үнемі есептеп жүрсеңіздер, осылай әртүрлі банкпен, осылай либо
Binance'тан сатып алып Bybitке сатсаңыз қалай болады, либо Bybit'тен сатып алып Binance'қа сатсаңыз қалай болады. Жалпы соны кез келген уақытта зерттеп қарап жүрулеріңіз керек. Осыдан кейінгі видео сабақта мен сіздерге қалай ақша аударуға болады, Bybit'тен бір биржадан екінші биржаға жалпы ақша қалай аударуға болады, соны көрсететін боламын. Жалпы междубиржевой связка дегеніміз осы. Негізі бұл жақта тек қана USDT емес, алдағы уақытта биткоин, USDT, BNB, эфир, Shiba деген нәрселерді өтесіздер. Сол кезде кішкене көбірек түсінікті болады сіздерге. Сіздер мысалға USDT емес, USDT сатып алып, сіздер оны мына жаққа алып кеп BNB ғып сатуға болады мысалға, то есть биткоин ғып сатуға болады, или эфир ғып сатуға болады мысалға. Эфир ғып сатсаңыздар, сіздер өте көбірек пайда көресіздер былайша айтқанда. Сондықтан да әртүрлі жағдаймен жасап көруге болады. Бұл жақта жаңағыдай әртүрлі способты қолданған сайын, ол әрқайсысы әрбір мүмкіндік. Жалпы бұл связка деп аталады негізінде. Осы әртүрлі, мысалға, сіз USDT мен сатып алып, USDT мен Binance'тан сатып алып, оны Bybit'тен USDT ғып сатсаңыз, ол бір связка. USDT ғып сатып алып, оны биткоин мен сататын болсаңыз, ол бір связка. Ал Bybit биржасынан Binance'ға кеп сататын болсаңыз, ол бір связка. Не болмаса OKX биржасына апарып сататын болсаңыз, ол бір связка. Жалпы сондай связканың түрі көп. Бұл жерде сол қолданғандарыңызға байланысты. Бұл жерде мен нақты айта алмаймын, что мына связка идеальный деп. Просто сіздер әр уақытта әртүрлі. Бұл жерде андай ғой, мысалға, көшеде обменникқа қарасаңыз, бір күні рубль көтеріліп кеткен, доллар түсіп кеткен, или доллар көтеріліп кеткен, евро түсіп кеткен деген сияқты нәрсе бұл жерде жалпы. Сондықтан да әр кезде әрқалай болады. Сол үшін сіздер өздеріңіз үнемі зерттеп көріп отыруларыңыз керек бұл нәрсе. Междубиржевой связкамен айналысатын болсаңыздар, үнемі зерттеп отыру қажет. Осылай әртүрлі моменттерін қарау қажет. Егер қарай берсеңіздер, кейде удачный моменттер тауып аласыздар. Шынымен де 2% қалатын, 1,5% қалатын деген сияқты. Қалай табасыз, солай өткізіп сатып жібере аласыз жалпы. Келесі видеода мен сіздерге қалай ақшаны өткізу керек екенін көрсететін боламын.